Болды, мен шаршадым, біз Бекамен ажырасатын болдық. Енді мен басы босайын. Әрине сен басы босайсың. Өйткені сенің басында ми жоқ. Әй, өзің ойлаш, ес тұрса да қайта-қайта қайтып келе бере ма? Той, мам, қалай түсінбейсіз? Бека екінші әйел алам дейді. Әрине екінші әйел алам дейді. Біріншіден сен тамақ істемейсің, екіншіден сен ыдыс жумайсың, не үй жинамайсың, не бала таппайсың. Енді оны жасап жатырмыз ғой. Ыдыс жуып жүрміз ғой дегенім ғой. Той, мам, мен Беканы ешкіммен бөліскім келмейді. Әй, кет әрі, ол саған не сағыз ба бөлісетін? Енді мам, ол маған кейін аз көңіл бөліп кетеді ғой. Әй, сенің әкеңде жүр ғой, 2 күн вақтыда, 2 күн үйде. Сен де ойла, Бека 2 күн вақтыда жүр деп. Ой, мама. Ту, қызым-ай. Енді сен кішкене бір ақылдырақ болсайш, Бека алам десе ала берсін. Сен айт, әйелді өзін таңдап берем де. Сөйтсе ана страшный подружкаларың бар ғой, соны шақырда сонымен таныстыр. Өз ақ қашып кетеді. Мама мен подружкаларым бәрі әдемі ғой. Бар ғой, ана кім балнұршы? Ол тұрмысқа шығып кеткен. Серьезно? Иә. Шустрый қыз екен, е? Мам, сіз ойлап қараңызшы. Егер әкем үйге тоқал әкеп тұрса, сіз не істейсіз? Ой-бой, ондай вақыт қайда? Тоқалды ат души жұмсап, 2 аяғымды аспанға асып жатар едім. Бека мені ғана жақсы көрем деп айтты ғой. Шынымен де жақсы көрсе, не үшін тоқал алады онда? Енді қара, манты жеген жақсы, е? Бірақ күнде-күнде жесең шығып кетесің ғой. Арасында енді анда-санда болса да пенмен жегісі келіп тұрады. Ай, о жағынан сен әкең молодец қой. Тамақ талғамайды. Ой, мам, болды. Сіз не айтсаңыз да, мен енді ол үйге бармайым. Сен айтшы, Бека өзі екінші қатын қашан алам дейді? Ну, енді жағдай жасап алып, примерно 5 жылдан кейін алам деді ғой. Ұял басты, айтып тұрған сөзін қараш, бар кет көзіме көрінбе. Жоғал. Кетші бар, жоғал. 5 жылдан кейін бірақ кел. Асықпай, бірақ тез. Меус Маратович, сіз бізді не үшін шақырдыңыз? Қарағым-ай, ол саған той емес, шақыру билет емес. Мен қарт адам ойланам. Сен, конечно, қарын ток, а бұларда қарын пустой. Негізі тамақ жемейді. Ал, мен ойланам. Меус Маратович, бұл пакетті неге ұстап тұрсыз? Молодец, көз падырақ, молодец. Осы пакеттің ішінде, пожалуйста, огурца, нан, қаймақ бар, колбаса бар, жұмыртқа бар. Сұраңдар, для чего? Осы квартирда қар адам тұрады. Соған мен поддерживать нетем қарт адамды, ойланам. Құлақ естілмейді, война потрепала дегендей. Апашка! Апашка! Ну-ка, есік ашка! Үйде ешкім жоқ сияқты ғой. Звондамайды, айтпайды. Демалыс қой. Мүмкін Таиландқа кетіп қалған, мүмкін Дубайға. Халыққа кім ойланады? Сен ба? Мен ойланам. Поэтому мен халыққа ойланам. Как раз қазір жиналыс. Все, болды. Тоқтаңыз, қайдағы жиналыс? Бүгін демалыс күн емес пе? Ну, демалыс, жиналыс, ол почти бірге туған ғой. Правильно же? Тағы бір сұрақ, Меус Маратович, жеріміздегі қарттардың жағдайын жақсарту үшін не істелінуде? Сен қалай ойланасың? Көрдің ба? Сұрақ беруге оңай. Оңай ма? Ал бет жауап, өкініш орай. Кімде қол мықты? Мә енді сен ұста бергел. Между собой поделитесь. Давай. Жан? Сен маған бұрын жүрген екінші қызың туралы айтып бересің ба? Керегіне саған, есінде ма, бірінші қызым туралы айтқан кезде қалай ренжігенін? Ну, пожалуйста. Осы жолы точно ренжімеймін. Точно ма? Жарайтында. Тыңда. Ол қызбен біз бірінші рет ресторанда келістік. Ресторан деген аты асхана ғой. Соны аты ресторан.
Сол қыз сосын равиолиға тапсырыс беріп, екеуміз. Равиоли. Равиоли едім ба мен? Иә. Вареники ғой, кәдімгідей вареники. Соған тапсырыс беріп, екеуміз күтіп отырғанымыз. Сонда саған оның қай жерін айттың? Бірінші кезекте оның үлкен андай көздері. Мұрны. Я, сол қыздың үлкен мұрны болатын. Мұрны. Байғы сол қызбен ешкім сөйлеспейтін шығар деп андай жаным ашып кетті да. Сол қыздың қасына барып, қарындас, сіздің мұрныңыз маған өте қатты ұнады дедім да. Ал сен маған менің мұрным ұнайды деп ешқашан айтпағансың. Енді жаным ашыған соң болып айттым ғой енді. Сонда басқаларға жаның ашиды, иә? Ал маған жаның ашымайды. Не үшін ашу керек саған? Сен әдемісің, денің сау. Қайдан білесің менің денім сау екен? Мүмкін менің жаным ауыратын шығар. Мүмкін менің жаным мүгедек шығар, а? Жан ашиды саған. Мысалы, сен оң құлағың сол құлағынан қарағанда үлкен. Не дедің? Андай жаным ашығансың деп айтып жатырмын ғой енді. Жаным, кешірші. Негізі сен әлемде ең сұлу қызсың. И мен сені өте қатты жақсы көремін. Яны, құлағым туралы жай ғой, прикол деп айтқан ғой. Жарай, кешірдім. Жан, маған үшінші қызым туралы айтып бересің ба? Сіз не істеп тұрсыз? Сіздің атыңыз қайда? Мен анамын, мен балам бар, көріп тұрған жоқсыз ба сіз? Қарындас, сізге не керек? Маған дрель керек. Не үшін? Сенің басындағы мидың орнында не бар екенін көру үшін, түсін ба? Немене? Сізге маған айғалап тұрсыз, мен сізге жоқым жұтам. Қарындас, кішкене жан-жағыңызға қарасаңыз, сіз құрылыс алаңыңызда жүрсіз. Сен де жан-жағыңа дұрыстап қарап ал. Мен баламмен серуендеп жүрмін, түсінің ба? Давай ки босатыңдар, мен уақытым жоқ, кетіңдер мына жақтан. Сіздерге басқа жақты қыдыруға болмай ма? Болмайды. Дала ыстық маяқ салқын екен, түсінің ба? Сонда сіз үшін үзіліс жасай алмаймыз, қарындас. Бізді жұмыстан шығарып жібереді. Жұмыстан шығарып жүрсе өздеріңе жақсы емес па? Өздеріңе жақсы емес па? Жақсы жұмыста боласыңдар. Давай ки босатыңдар, кет. Давай, кет. Болыңдар, уақыт жоқ менде. Екеуің, қайда барасыңдар? Қарындас дұрыс айтады. Не істеп жүрміз? Нормально жұмыс табамыз. Естерің дұрыс па? Тоқта деме, Алеша. Берге деме. Алешаң бәрі кетіп қалды, түсіндің ба? Сен пока айғалап атқан жоқ. Короче, сен қара, былай ғой. Вообще, бала тәрбиелеу ол кірпіш қалау емес саған, түсіндің ба? Сондықтан да сен тыныш жүр, түсіндің ба? Не ал? Сен достарың кетті, духыңда кетті ма, не? Шығасың ба, разырас? Давай, шығасың ба? Қарындас, қой деме. Қой деме, қарындас. Кейін кезде сен маяқа детский площадка сақ қоятын болды, түсіндің ба? Ато таяқ жейсің менен. Оғып ал, ұмытпа, мен анам, мен балам бар. Я жұмайт, мен айтқан по-любому дұрыс, түсіндің ба? Бар, кет маяқтан. Кеттім. Інім, өз жанын өзің қинап отырсың. Айтысысың? По-любому айтқызамыз саған. Баш. Өзің айқынап отырсың. Ана мұзда өтікті бетіне басып отырсыңдар. Розеткеге қоссай ананы. Қоспағансың ба? Сен қостамайды. Қосшы бар. Да? Шешеміз? Тілік барып кеттік. Басеке, точно шеше аласыз ба? Не дейді? Шеше аламыз ба деймін точно. Сомнениең бар ма не? Вообще, 0. Шешеміз ғой?
Болмайды ғой бұл жігіттер. Өздеріңе көп болмасаңдаршы. Білмедік қой, братан. Білмесеңдер, бір жерлерін қысып жүріңдер. Әкелдіңдер ма? Әкелдік. Кәні. Ұста. Кәні. Осы ма? Так. Все, шешілді. Көрш. Рахмет, братан. Болды ма? Ризасы ма? Шешілді ма? Рахмет. Все, в следующий раз осторожно завязывайте.